Ассалаумағалейкум қазақ бауырым. Бүгін мен саған телефон арқылы қалтаңнан ешқандай да ақша шығармай интернет арқылы қалай ақша табуға болатынын жайлы айтқым келіп отыр. Егер де сен интернет арқылы ақша табу деген тематикада бірдеңе білгің келетін болса, бірдеңе түсінгің келетін болса, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпа. Сосын осы видеоны бастамастан бұрын міндетті түрде осы видеоға алдын ала лайк басып, видеоны өткізбей соңына дейін мұқият қарап шығуыңды сұраймын. Сонымен телефон арқылы қалтаңнан ешқандай да ақша шығармай интернет арқылы ақша табу үшін саған мынандай сайт керек болады. Бұл сайттың ссылкасын мен осы видеоның астына тастап кететін боламын. Егер де мына сайт саған керек болатын болса, осы видеоның астындағы ссылка арқылы келуіңе болады бұл сайтқа. Сосын сразу ескертіп айтамын, бұл сайт арқылы өмір сүретіндей ақша таба алмайсың, бірақ интернетіңнің ақшасын төлейтіндей ақша табуыңа болады. Бұл сайт арқылы ақша табу үшін саған тек қана ВКонтакте аккаунтың ғана керек болады. Бұл сайтқа ешқандай да тіркелудің қажеті жоқ. Бұл сайтқа ВКонтакте арқылы, яғни ВКонтакте аккаунтың арқылы тікелей кіре беруіңе болады. Бұл сайт арқылы әртүрлі ВКонтактемен байланысты тапсырмалар орындау арқылы ақша табасың. Мысалы үшін біреулердің ВКонтактедегі пабликтеріне жазыласың, лайк басасың, немесе біреулерге дружба жібересің, немесе репост жасайсың. Яғни түсініп отырғаныңдай бұл сайттағы осындай өте қарапайым тапсырмаларды орындау арқылы ақша табуыңа болады. Енді бұл сайт арқылы ақша табу үшін ең бірінші осы видеоның астындағы ссылка арқылы өтіп, мына сайтқа кіресің. Бұл сайтқа кіру үшін мына жерде «Войти через ВК» деген кнопканың үстінен басасың. Мына жерде рұқсат бересің. Көріп отырғандай міне мынандай сайт ашылды. Бұл жердегі тапсырмаларды орындағаның үшін саған ешкім ақша төлемейді. Бұл жердегі тапсырмаларды орындағаның үшін point төлейді. Яғни түсініп отырғаныңдай бұл сайттың өзінің ішкі валютасы бар. Бұл сайттың ішкі валютасы point деп аталады. Мына жердегі тапсырмаларды орындау арқылы поинттар жинайсың. Жинаған поинттарың 1000-ға жеткен кезде поинттарыңды шын ақшаға айналдырып алуыңа болады. Енді мына сайттағы тапсырмаларды қалай орындайтыныңды мысал ретінде көрсеткім келіп отыр. Бұл жердегі тапсырмаларды орындау үшін тапсырманың қапталындағы көк жазудың үстінен басасың. Көріп отырғандай міне мынандай паблик ашылды. Тапсырманы орындау үшін мына пабликке жазыламыз. Оның үшін мына жерде подписаться деген көк жазудың үстінен басамыз. Тапсырманы орындап болғаннан кейін тапсырма орындап отырған сайтымызға қайтып барамыз. Сосын орындаған тапсырмамыздың қапталында мынандай көк кнопка бар, проверить деген. Сол көк кнопканың үстінен басамыз. Сол кезде жаңағы орындаған тапсырмамыз үшін біздерге point төлейді. Көріп отырғаныңда задание выполнено. Вы состоите в сообществе дейді. Яғни мына пабликке жазылғаным үшін маған 7 point төледі. В общем, түсініп отырғаныңдай бұл жердегі тапсырмаларды осылай орындайсың, ешқандай да қиындығы жоқ. Енді бұл сайт арқылы жинаған поинттарыңды шын ақшаға айналдырып алу үшін ең бірінші минимально 1000 point жинайсың. Содан кейін ғана бұл сайт арқылы жинаған поинттарыңды шын ақшаға айналдырып алуыңа болады. Жинаған поинттарыңды шын ақшаға айналдырып алу үшін мына жерде көк жазумен жазылған биржа деген сөздің үстінен басасың. Көріп отырғандай дәл қазір осы видеоны жазып отырған кезде бұл сайттағы 1000 поинттың құны 26 рубль 68 копейка. Яғни 1000 поинтты 26 рубль 68 копейкеге сатуыңа болады. Количество поинтов деген жерге мына сайт арқылы жинаған поинттарыңның санын жазасың. Содан кейін мына жерде продать деген кнопканың үстінен басасың. Мына сайтта сатылымға шығарған поинттарыңды біраз уақыттан кейін мына сайттың қолданушылары сатып алатын болады. Сосын бұл сайттағы поинттың құны күн сайын өзгеріп отырады. Яғни поинттардың құны бір күні арзан болады, бір күні қымбат болады. Мысал үшін 1 август күні 1000 поинттың құны 25 рубль 18 копейка болыпты. 2 август күні 24 рубль 57 копейка болған. 3 август күні 22 рубль 30 копейка болған. Яғни түсініп отырғаныңдай бұл сайт арқылы жинаған поинттарыңды мына сайтта поинттың бағасы қымбаттаған кезде ғана сатқаның дұрыс. Бұл жағы түсінікті деп ойлаймын. Енді мына сайт арқылы сатқан поинттарыңның ақшасы
мына жерге түседі. Көріп отырғандай дәл қазір менде 0.69 рубль. Яғни сенің ақшаң осы жерге түседі. Мына жерге түскен ақшаң минимально 15 рубль болған кезде уже бұл сайт арқылы тапқан ақшаңды шығарып алуыңа болады. Тапқан ақшаңды шығару үшін мына жерде вывод деген көк жазудың үстінен басасың. Бұл сайт арқылы тапқан ақшаңды Kiwi кошелегіңе, Яндекс кошелегіңе немесе Payeer кошелегіңе шығарып алуыңа болады. Сосын егер де сенің Яндекс пен Kiwi кошелегіңе идентификация жасалмаған болса, бұл сайттағы ақшаңды Яндекс пен Kiwi кошелегіңе шығара алмайсың. Сосын айтпақшы тағы да бір айтқым келгені, егер де сенде Payeer кошелек болмаса, мен Payeer кошелектің ссылкасын осы видеоның астына тастап кететін болам. Міндетті түрде Payeerден кошелек ашып ал. Payeer кошелекке ақша шығару үшін Payeer кошелекке идентификация жасаудың қажеті жоқ. Яғни түсініп отырғаныңдай, Payeer кошелек дәл қазіргі уақытта ең топовый электронный кошелек. Сондықтан да міндетті түрде Payeerден кошелек ашып ал. Жалпы өз басым бұл сайт арқылы 2 рет ақша шығардым, яғни бұл сайт ақша төлейді, тексерілген сайт. Сондықтан да бұл сайт арқылы тапсырмалар орындап ақша таба беруіңе болады. Енді бұл сайт арқылы сәлде болса көбірек ақша тапқың келетін болса, бұл сайтқа адамдар шақыруыңа болады, яғни рефералдар шақыруыңа болады. Бұл сайтқа рефералдар шақыру үшін мына жерде реферальная ссылка деген көк жазудың үстінен басасың. Реферальный ссылканы копировать етіп аласың. Реферальный ссылкаңды копировать етіп алып, әртүрлі әлеуметтік желілер арқылы өзіңнің реферальный ссылкаңды достарыңа немесе тағы да басқа адамдарға таратуыңа болады. Жалпы менің ойымша, бұл сайтқа рефералдар шақыру үшін бұл сайт туралы YouTube-қа видео түсіріп, YouTube арқылы шақырғаның дұрыс сияқты деп ойлаймын. Бұл сайт туралы түсінікті деп ойлаймын. Егер де мына сайт туралы түсінбей қалған жерлерің болса, осы видеоның комментарийына жазуыңа болады. Кез келген сұрағыңа жауап беруге тырысамын. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтаймын. Егер де бұл видео саған ұнаған болса, бұл видеодан өзіңе бір пайдалы нәрсе ала алған болсаң, міндетті түрде видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңмен бөліс. Сонымен келесі видеода кездескенше.